Қысқасын айтқанда, турник. Ол әдеттегідей кім болды? Мен әдеттегідей дедім. Ол әдеттегідей кім болды? Мен әдеттегідей бос отырдым. Жарда әдеттегідей турник ілініп тұрды. Тоқта, турник? Ол мына жақта қашаннан бері ілініп тұрды. Ал балам. Мен осы турникті ілдім. Енді сол турникті дұрыстап пайдаланып, шпат снайгер бол. Түсінікті. Сол уақытта менің інім келген. Ол турникке қарай жақындады. Ол 1 тартылды, 2 тартылды, 3 тартылды. Оғым, мынауын зверь ғой. Сосын мен ініме турникке тартылып қарайын дедім. Ол жарайды деді. Мен турникке міндім. Окей, Нурик, тек сабыр. Ол жай ғана турник қой. Қобалжитын ештеңе жоқ. Мен тартылып бастадым. Аға, одан да компьютерімді шеш. Мен інімнен ұялып қалдым. Мынауын қайдан үйренген тартылуды? Мен Даниярдан қалай тартылуды үйрендің деп сұрадым. Ол маған алақандағыдай деген. Ну жақсы, айтқың келмей ме, айтпай-ақ қой. Өзім үйренем. Мен турникке міндім, тартылдым. Оғы, нормально тартылыппын ғой. Енді күн сайын сөйтіп үйрене берсем, менен күшті турникмен шығайын деп жүр ғой. 2 ай өтті. Мен тұрдым. Сағат таңғы 5:30 болды. Мен 45 рет отжимания істедім. Кейін 25 рет пресс істедім. Пробежка жасадым. Қатты шөлдедім. Су іштім. Енді турник қалған. Інімді шақырдым. Қара дедім. Турникке міндім. 20 рет тартылып тастадым. Інім таңғалуда. Қысқасын айтқанда, турник.